Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Отырыңыздар. Ал балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын, ең бірінші біз көңіл күйімізді ретке келтіріп алайық. Енді көңіл күйімізді ретке келтіру үшін сіздерге мен бүгін інжу маржандар деген психологиялық ахуалды алып келдім. Ал енді әрқайсылар келіп, нелеріңізді, бүгінгі көңіл күйлеріңізді біліңіздер. Ал келіңіздер. Кім? Дана келеді бірінші топтан. Оқы, үйрен, болашағың өз қолыңда. Өз қолыңда. Жақсы. Келесі келе ғой Дариға. Жылдамдатамыз. Сенім мен табандылық жетістік кілті. Сенім мен табандылық жетістік кілті. Жақсы, жарайсың. Ал келе ғой. Аяулым кел. Қателесуден қорықпа, бұл да үйрену. Қателесуден қорықпа, бұл да үйрену. Жақсы, жарайсың. Келесі келе ғой. Әр сәтің қуанышқа толы болсын. Әр сәтің қуанышқа толы болсын. Жақсы, келе ғой Ерасыл. Білім сенің болашағың, оны жарқын ет. Білім сенің болашағың, оны жарқын ет. Жақсы, бәрі өз қолыңда, иә? Жақсы, келесі. Келе ғой, Қохат. Бүгінгі талпыныс, ертеңгі табыс. Бүгінгі талпыныс, ертеңгі табыс. Жақсы, жарайсың. Келе ғой. Кім? Жеңістерің көп, жолың ашық болсын. Жеңістерің көп, жолың ашық болсын. Жақсы, Шадияр келе ғой. Сен ерекшесің, мықтысың. Жақсы, жарайсың, отыра ғой. Тамаша, бүгінгі көңіл күйлерің жақсы болуына тілектеспін. Келесі, кел. Хадиша. Еңбегің елеусіз қалмайды, сен оған лайықсың. Жақсы. Келесі, келе ғой. Кел, екеуің де келіңдер. Қайсы? Кішкентай қадамдар үлкен жетістікке жетелейді. Жақсы, тамаша. Келесі. Арманына ешқашан бас тартпа. Арманыңнан ешқашан бас келе ғой. Жақсы, бүгінгі көңіл күйлеріңе жақсы әсер етсін. Соңғы яшық, иә? Әр күнің жаңа мүмкіндікке толы болсын. Жақсы, жарайсың. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымызда осындай жақсы көңіл күйлермен бастадық. Ал енді бізде өткен сабақ бізде жануарлардың жүйке жүйесінің типтері болатын, иә? Енді жануарлардың жүйке жүйесінің типтері қаншаға бөлінетін еді? Қаншаға бөлінеді? 4-ке бөлінеді. Қандай? Торлы, бағанды. Осы 4 бөлікке бөлінеді. Жақсы балалар, енді үй тапсырмасы бойынша, сіздерге жасанды интеллект бойынша үй тапсырмасы беріледі. Бірінші тыңдаймыз. Оқушылар ұлттық ойындарымызға еске ала отырып келесі тапсырманы орындайтын боламыз. Ал үй тапсырмасы бойынша мынау оюлардың астында бізде үй тапсырмалары жасырылған. Сіздерге үй тапсырмасы бойынша сұрақтар беріледі. Ал кейбір ұяшықтың астында бізде бонус 1 балл беріледі. Ал бірінші кім? Кел, Дариға. Нейрон дегеніміз не? Нейрон дегеніміз жүйке жасушасы.
Жақсы, отыра ғой. Келесі екінші кел ayolым. Сізде бір бонус. Келесі екінші. Келе ғой, Хадиша. Жылдамдатамыз. Түйінді жүйке жүйесі қандай жануарларға тән? Түйінді жүйке жүйесі буын аяқтыларға, ұлуларға тән. Жақсы, жарайсың, кел. Сізде бір бонус. Бүгінгі сабаққа сізге бір бонус дейді. Келесі, келе ғой Дана. Бағанды жүйке жүйесін ата. Бағанды жүйке жүйесіне ақсылама код жатады. Жақсы, отыра ғой. Келесі, келе ғой. Рахат. Нейрон құрылысы қандай? Нейрон құрылысына дендрит, ядро, аксон, дене, ранве бунақшасы, синапс жатады. Жақсы, тамаша, келе ғой. Кел, екеуің де келіңдер. Бірінші. Түтікші тәрізді жүйке жүйесін ата. Түтікші тәрізді жүйке жүйесіне қоян, ұлу, бақа жатады. Жақсы, тамаша. Келесі. Жүйке жүйесінің типтері диффузы, бағанды, түйінді және де түтікші сияқты жүйке жүйесінің типтері бар. Жақсы, бізде 4 жүйке жүйесінің типтері бар, иә? Жақсы. Келесі, келіңдер. Жылдам, кел. Жүйке жүйесінің қосымша жасушалары. Жүйке ұлпасының қосымша жасушалары қалай аталады? Нейроглия жасушасы. Жақсы, келесі, келе ғой. Диффузиялық жүйке жүйесінің ерекшелігі неде? Диффузиялық жүйке жүйесі жалпы жүйке жүйесі типтерінің ішіндегі ішек қосыларға тән ең қарапайымы. Жақсы, келе ғой. Бізде соңғы, бүгінгі тапсырмамыздың соңғы яшығы қалды. Орталық және шеткі жүйке жүйесі. Орналасуы бойынша жүйке жүйесі орталық және шеткі жүйке жүйесі болып екіге бөлінеді. Жақсы балалар, бүгінгі тапсырмамыз аяқталды. Енді бізде бүгінгі жаңа сабағымызды бастамас бұрын біз топқа бөлініп алайық, Ал топқа бөліну үшін жылдам мына жерге қатар болып тұрамыз. Келіңдер. Енді топқа бөлінеміз. Сіздерге роботтар тауып келдім. Әр роботтың астында сіздерде топтың аты жазылған, Ал екінші топ жылдамдатамыз. Бірінші топ. Үшінші топ. Екінші топ. Бірінші топ. Жылдамдатамыз. Болды. Ал балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жүйке жүйесінің құрам бөліктері, жүйке жүйесінің қызметі. Енді бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты жүйке жүйесінің қызметін және құрылымдық компоненттерін атау. Бүгінгі біздің сабақтың мақсаты жүйке жүйесінің қызметі және құрылымдық компоненттерін айтады. Яғни сіздер бүгінгі осы оқу мақсатына жету керексіздер. Енді бүгінгі мен сіздерге сабаққа видео қаралым алып келдім. Бірінші осы видеоны көреміз. Егер сіз қараңғы бөлмеден жарыққа шықсаңыз, көзіңіздің қарашығы лезде кішірейеді.
Ал егер ыстық затты ұстап қалсаңыз, 1 секундқа жетпей қолыңызға тартып аласыз. Жүйке жүйесі қарапайым рефлекстен бастап күрделі ойларға дейінгі денедегі барлық процестер мен іс-әрекеттерді реттейді. Жүйке жүйесінің басты қызметтерінің бірі тітіркендіргіш канаттан оған жауап беру. Оған жарық пен дыбыс сияқты сыртқы сигналдар мен дене температурасы сияқты ішкі тітіркендіргіштер жатады. Жүйке жүйесі бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істейтін екі бөлек жүйеден тұрады. Орталық жүйке жүйесі ми мен жұлыннан тұрады. Жұлын деп омыртқа ішінде орналасқан жүйке талшықтарын айтамыз. Олар ми мен дененің өзге бөліктері арасында әр секунд сайын миллиондаған сигналдар тасымалдайды. Мидың және жұлыннан тарайтын барлық жүйкелер перифериялық жүйке жүйесін құрайды. Ол қол саусақтарынан бастап аяқ саусақтарына дейін дененің барлық бөлігін байланыстырады. Перифериялық жүйке жүйесінің өзі әртүрлі екі жүйеден құралған. Вегетативтік жүйке жүйесі денеміздің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жүрек қағысы, қан қысымы, ас қорыту және тыныс алу сияқты өзіндік қызметтерді реттейді. Соңғы жүйке жүйесі күрделі іс-қимыл жасауға мүмкіндік беретін барлық саналы әрекеттерді, сондай-ақ жанасу, есту және көру сияқты сезімдерді басқарады. Перифериялық жүйкелер сенсорлық рецепторлардан ақпарат алып, жауап ретінде сигналдарды кері жібереді. Басқаша айтқанда, сенсорлық нейрон жұлынға импульс жібереді. Ал жұлын болса, ол сигналдарды төмендегі қозғалтқыш нейрондарға жеткізіп, бұлшық еттің бүгілуіне әсер етеді. Ал мидың нейрон жолдары әртүрлі мыңдаған жүйке жасушалардан және күрделі байланыстардың жиынынан тұрады. Олар бізді ерекшелендіретін ойлар, эмоциялар және мінез-құлықты қалыптастырады. Жақсы балалар, енді видеоны қарап болдыңыздар. Енді бізде жүйке жүйесі қаншаға бөлінеді екен? Екіге бөлінеді. Орталық жүйке жүйесі, шеткі жүйке жүйесі. Орталық жүйке жүйесіне ми және жұлын жатады. Ал шеткі жүйке жүйесіне жүйке түйіндері және жүйкенің ұштары жатады. Енді келесі бізде жүйке жүйесінің жалпы құрылымы. Қарап отырсаңыздар, бізде ми, жұлын, одан кейін жүйке түйіндері, яғни бір-бірімен байланысып отырады. Одан кейін қандай жүйкелері орналасқан. Енді бізде келесі жүйке жүйесі, ол қандай қызмет атқарады. Жүйке жүйесі ағзаның барлық мүшелерінің жұмысын істейді, біріктіріп, реттейтін және қоршаған ортамен нені байланыстырады. Өйткені біздің жүйке жүйеміз арқылы біз нені сеземіз? Сыртқы ортадан келетін тітіркендіргіштерге жауап береміз. Енді ағзаның жүйке жүйесінің негізгі қызметтері: ағзаның ішкі мүшелерінің жұмысын реттейді, қоршаған ортаға тітіркендіргішке жауап береді, қозғалысты басқарады. Жаңа видеодан көрдік қой, барлық тізе рефлексіне дейін бізде барлық қозғалыстарды басқарып отырады екен. Одан бөлек бізде сөйлеу, ойлау, ес, мінез, құлық, бұның барлығы бізде неге байланысты? Жүйке жүйемізге байланысты екен. Енді жүйке жүйесі жаңа айттық. Ми, жұлын және орталық жүйке жүйесі, шеткі жүйке жүйесі, жүйкелер және жүйке түйіндерінен тұрады екен. Енді жүйке ұлпасының жасушалары, олар бізде нейрондар және нейроглиялардан тұрады екен. Енді біз сабағымызды бастамас бұрын, егер ағзамызды компьютерге ұқсатамыз, жаңа жүйке жүйесінің барлығын компьютерге ұқсататын болсақ, миды біз не деп аламыз? Сервер деп аламыз. Өйткені біздің миымыз ақпараттың барлығын не істейді? Сақтайды. Жұлын негізгі кабель. Жаңағы ақпараттың барлығын біз не істейміз? Жұлын арқылы таратып отырамыз. Яғни тітіркендіргішке жауап береміз.
нейрондар, сымдар теңесек болады. Жүйке жүйесі ол бізде электр сигналдары. Яғни біз оны ұстап сезу, сипап сезу арқылы не істейміз? Барлығын біліп отырады екенбіз. Енді жүйке жүйесінің ең кіші бірлігі бізде нейрон. Нейрон ол 3 бөліктен тұрады. Дендриттер, нейрон, аксон. Дендриттер ақпаратты қабылдайды. Нейрон денесі оны өңдейді, ал аксон ақпаратты ары қарай не істейді? Жеткізіп отырады екен. Балалар, енді бүгінгі біздің сабағымызда биологиялық бункер. Бұл жерде сіздерге тапсырмалар беріледі. Бұл тапсырмада ең бірінші әр топ 7 минуттың ішінде барлық жұмыстарын орындап бітеді. Мысалы, сіздерге берілген тапсырмада биологиялық тұрғыдан дәлелді сөйлейсіздер, өмірде қолдану маңыздылығын көрсетесіздер, уақытты тиімді пайдаланасыздар. 3 топқа сіздерге 3 тапсырма беріледі. Енді біз биологиялық бункерде апокалипсис деген бар, енді бұл бізде ағзадағы басқару жүйесінің толық бұзылуы, яғни істен шығуы, Енді сіздерге топтық жұмысқа жүйке жолдарының байланыс желісі деген тақырып беріледі. Енді мәтін 2040 жыл адамзат нейронет деп аталатын жасанды сигнал күшейткіш ойлап тапты. Ол жүйке жүйесінің құрылысын жеңілдетуі тиіс еді, бірақ не істейді? Күндердің күнде ол ақаулық пайда болады. Не істейді? Істен шығып, бұзылып қалады екен. Яғни бұл кезде бізде апокалипсис басталады. Яғни жер шарында адамдардың барлығының белгілері не істейді? Бірдей болып қайталанады екен. Не істейді? Көз көріп тұр, бірақ ми ақпаратты қабылдамайды. Қол бар, бірақ қолдары не істейді? Жұмыс жасамайды. Аяқ сау, бірақ рефлекс жоғалған, тізе рефлексы істемейді, істен шыққан. Яғни сөйлеу бар, бірақ барлығы бір-бірімен шатасып кеткен. Енді себебі жүйке импульстары нейрондар арасында өтпей қалды. Себебі ғалымдар не істейді? Зерттеу жүргізеді. Нейрондардың синапстарын зақымдануын анықтайды. Ми мен мүшелер арасында байланыс үзіледі. Адам ағзасы интернетті өшкен компьютерге айналады екен. Енді сіздерге тапсырма, сендер нейробиологсыңдар. Осы берілген сұрақтардың барлығының шешімін табасыздар топтық жұмыста. Енді, яғни сіздер адамзатты құтқару үшін барлық іс-әрекеттерді жасайсыздар. Енді сіздерге топтық жұмысқа, әр топқа сіздерге берілген нелер бар. Топтық жұмыс беріледі. Үшінші топ сіздерге, мынау үшінші топ, бірлесеміз, жұптасамыз, бір-бірімізбен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасаймыз. Енді сіздерге жаңа сұрақ берілді, әр топтың өзінің сұрағы бар. Енді бірінші топ, сіздер жүйке жолдарының негізгі қызметін анықтайсыңдар. Неліктен жүйке жаңағы кабельдердің салыстыруға болмайды. Міне осы жерде бірінші топ, екінші топ, үшінші топ, әрқайсыларыңыздың сұрақ тапсырмаларыңыз бар. Балалар, енді бағалау парағы әр тапсырманы орындап біткеннен кейін әр неге балдарыңды қойып отырасыңдар. Жарай ма? Жетпесе алмастырасыңдар. Жетті ма? Кімге жетпей қалды? Жақсы, балалар, енді тапсырманы бастаймыз, жылдамдатамыз. Бірінші топ, сіздерге қандай тапсырма берілген?
Оқушылар енді топтық жұмысты аяқтап бітіреміз. Ал қай топ бірінші бастайды? Ал бірінші топ. Келіңдер. Жылдамдатамыз. Сіздерге 3 минут қана уақыт беріледі топтық жұмысты қорғауға. Сіздер 4 минуттарыңызды алып қойыңыздар. Ал, жылдам. Ары шықсай. Жолдардың негізгі қызметін атқарады. Жеке жолдары ағзадағы препараттарды жерден екінші жерге жеткізеді. Мысалы, ми бұлшықет немесе сезім мүшесі бұлшық. Неліктен жүйкелерді кабельдермен салыстыруға болады? Себебі жүйкелер кабель сияқты сигналдарды тасымалдайды. Егер жүйке жолы зақымдалса, ағзада қандай өзгеріс болады? Сезімталдық төмендейді және қозғалыс бұзылады. Жақсы, сіздер адамзатты құтқару үшін өз үлестеріңізді қостыңыздар. Жақсы, отырамыз енді бағалау парағымызға әр тапсырманың бағалау парағына жазамыз. Келесі, келіңдер, 3-ші топ. Ал 3-ші топ өзінің жұмысын қорғайды. Ал 3-ші топта не берілген? Садияр? Егер сендер ғалым болсаңдар, қандай шешім ұсынар едіңдер? Жүйке жүйесін емдеу үшін дәрі-дәрмек немесе жүйке қалпына келтіру әдістері қолданар еді. Рефлекстің ағза үшін маңызын түсіндір. Рефлекс ағзаны қорғау қолжазықтың тез тарту. Миды басқа орталығы деп атаудың себебін түсіндір. Ми ол барлық мүшелерінің жұмысын басқарады. Атай кететін болсақ, қозғалыс, ойлау, сезіну, сөйлеу. Жақсы, жарайсыңдар. Бұл тапсырмаларыңды аяқтадыңдар, енді әр бағалау парақтарыңа өздерің бағаларыңды, балдарыңды қойып шығасыңдар. Ал келесі бізде қай топ? 2-ші топ өзінің жұмысын бастайды. Ал 2-ші топ, келіңдер. Енді 2-ші топқа қандай тапсырма берілген? 2-ші топ нейронның қай үлгісіне қалды? Көбінесе аксон немесе дендрит зақымданса, импульс өтпей қалды. Жақсы. Импульс неге өтпей жатыр? Себебі жүйке тамшықтары зақымданған немесе байланыс бұзылған. Қандай бөлім зақымданды? Белгісіне қарай қозғалыс толық тоқтаса, жұлын, ойлау, есте сақтау бұзылса, ми. Белгілі бір мүшеде ғана ауырсыну болса, шеткі жүйке. Жақсы. 2-ші топ сіздерде адамзатты құтқару үшін өз үлестерін қосты. Жарайсыңдар балалар. Отырамыз. Енді әр бағалау парағына өздеріңіздің бағалау парағына балдарыңызды қойып отырамыз. Топтық жұмыс бойынша берілген балды. Балалар, енді бізде келесі тапсырма 2-ші топтық жұмыс берілген. Енді 2-ші топтық жұмыста сіздерге функционал сауаттылыққа негізделген тапсырмалар бар. Енді тақырып жүйке жүйесі, ағзаның басқару және байланыс жүйесі. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбын білесіздер ғой, естеріңізде жүйке жүйесінің құрам бөліктері. Енді сіздерге жағдаятты тапсырма берілген. Бірінші, күнделікті өмірдегі жүйке жүйесі тақырыбы. Енді жағдаят, оқушы асханада ыстық шайды байқамай ұстап алды. Ары қарай өздеріңіз тапсырманы орындайсыздар. Енді мына бірінші топ сіздердің тапсырмаларыңыз. Берілген ақпараттарды пайдаланамыз. 2-ші топ па? 3-ші топ. Берілген ақпарат көздерін артын Енді сіздерге тапсырма. Әр топқа сіздерге жағдаятты тапсырмалар берілген.
Ал балалар, жұмысымызды аяқтасақ, бізде екінші топтық жұмыс берілген болатын. Ал кім бітірді? Қай топ бірінші? Ал үшінші топ бізде бірінші бітірді. Келіңдер. Ал ортаға шығамыз өзіміздің. Бүгін болды. Ал енді тыңдаймыз бір-бірімізді. Сөйлеме. Жекелер не жол? Екіншісі, үлкен сыңайлардың қатысы орындаушы аяқ мүшелектері. Жолы мен мимен тікені байланыстыратын негізгі жол. Ол заңдылыққа байланыс етеді. Я сонда сіздерге бірінші топта қандай тапсырма берілді? Жағдаятты тапсырма. Оқушы асханада сықшайды байқамай ұстап алды да қолын тез отырыңдар. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі бізде қай топ? Бірінші топ. Келіңдер. Бірінші топ жылдам. Әдемі жүріңдер. Ал енді бірінші топтың жұмысын бағалайып, қараймыз, тыңдаймыз бір-бірімізді. Жағдай, оқушы сынады байқамай ұстап алды да қолын тез тартып алды. Тапсырмалар. Бұл жағдайда жеке жүйесінде қай бөліктері қатысады? Жақсы. Тері детекторлары ыстықты сезеді. Сезгіш жылын қозғалғыш жетеді. Рецептор сезгіш нейрон, қозғалғыш нейрон, бұлшығы Ақпарат жылын көрсетеді. Бұл рефлекс себебі миға әрекет миға бармай жолын арқылы ақырға қорғау үшін бірден сақталып келеді. Жақсы, жарайсыңдар, отырыңдар. Енді өз тапсырмаларыңызды бағалау парағына бағалаймыз. Балды жазуды ұмытпаймыз. Ал бізде енді келесі екінші топтың жұмысын көрейік. Келіңдер. Екінші топ. Телефон қуатқышта тұрған ыстық екенін сезіп, оны қолынан тастап жібердім. Қай нейрон түрі жұмыс істейді? Сезгіш, қозғалтқыш, аралық. Ал қандай нейрон жұмыс істейді? Нейронның үш түрі тек қатысады, бірақ олардың қызметі әртүрлі. Телефонда басқарған сезім сигналды орталық жүйеге жеткізеді. Аралық нейрон. Мида ақпаратты мүлде шешім қабылдайды. Қозғалтқыш нейрон. Мида келген қолын жібер деген бұйрықты бұлшық еттерге жеткізеді. Нәтижесінде нейронларды жүргізеді. Жақсы. Бірінші нейрон молекулалар қызметін түсіндіреді. Енді бұл жерде сіздерде не дейді? Енді рецептордан және басқа нейрондардан қосылды. Аксон жүйке жасуша денесіне келесі нейронға немесе жасуша мүшесіне қарай өзгереді. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі тапсырма қандай? Егер аксон зақымданса не болады? Егер аксон зақымданса не болады деп ойлайсыңдар? Егер аксон зақымдалса, жүйке импульсын беруі тоқтайды. Жақсы, жарайсыңдар. Бізде бүгінгі функционалдық сауаттылық тапсырмамыз аяқталды. Енді бағалау парағына міндетті түрде балымызды қойып, бояп шығамыз. Балалар, енді бізде келесі тапсырма сіздерде жұптық тапсырма беріледі. Енді жұптық тапсырмада сіздер бір-бірлерімен жұптасып жұмыс жасаймыз. Енді сіздерге кейбір оқушыларға пазлдар беріледі, сол пазлдарды құрастырып шығасыздар. Ал сіздерге берілген жұптық жұмыс
Ал балалар, енді бізде келесі тапсырма жұптық жұмыс аяқталса, ал кім бастайды? Хадиша? Бас үй қуысында орналасқан. Сұрзат және ақ заттан тұрады. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі. Жылдамдатамыз. Отбасы жүйке жақсы мейрам, және артын, тендік, сұрзат, ағзат, жетсін. Жақсы. Бағалау парағымызға сол жұптық тапсырманың бағасын қойып отырамыз. Жүйке жасушалары орталықтан тепкіш, ендірмеш. Жақсы, жарайсыңдар отыруға. Келесі аяулым. Жүйке жасушалары шоқырған. Жақсы, жарайсыңдар. Ал Дана. Жүйке жасушасы екі бөлек жасушасы және тер жасушалар. Жүйке жасушасы нейрон және дене ағзасын тендік, сұрзат, ағзат, жеткіштер. Жақсы. Орталықтан тепкіш, орталыққа тепкіш. Ендірмені импульстер мүшелерге береді. Импульстер орталық жүйке жүйкеге береді. Нейрондарды бір-біріне байланыстырып тұрады. Жақсы, жарайсыңдар. Бағалау парағымызға балымызды қойып отырамыз. Сіздерде қандай тапсырма? Сіздерге пазл тапсырмасы берілді. Ал оқимыз. Бірінші, жұлын омыртқа өзегінде орналасады. Омыртқа өзегінде ары қарай не орналасады? Ішкі жағы сұр, сырты ақ затпен бізде жұлын қаптап тұрады екен. Жақсы, жарайсыңдар. Отырыңдар. Келесі. Дендриттер, екіншісі ядро. Сіздерге нейронның құрылысы берілген, е? Жақсы, жарайсыңдар. Келесі. Ағзат орналасады. Жүйке талшықтары ақпаратты өткізеді. Сіздерге пазл тапсырмалар түсті. Жақсы, жарайсыңдар. Ал Алинұр. Нейронның құрылысы. Жақсы, жарайсыңдар. Әр қайсымыз бағалау парағымызға жұптық тапсырманың бабын қойып отырамыз. Жақсы, келесі тақай оқушы қалды. Ал Айнұр. Айдана. Жүйке жасушасы нейрон, дене ағзасын тендік, және сұрзат, ағзат, рецептор. Жақсы, жарайсыңдар. Тамаша балалар. Бүгінгі сабақты сіздер түсінді деген ойдамын. Яғни бағалау парағымызға әр жұптық тапсырманың бабын қойып шығыңыздар. Жақсы. Тапсырманы жинаймыз, аяқтаймыз. Балалар, енді бері қараймыз. Сіздерге қазір жеке жұмыс берілген. Жеке жұмысқа сіздерге тапсырманы таратып беремін. Ал балалар, енді жеке жұмыс уақыты аяқталды. Ал кімнен бастаймыз? Дариға. Бірінші суреттегісі дене, екіншісі дендриттер, үшіншісі ядрон, бесіншісі аксон, төртіншісі синопс, алтыншысы шабан жасушасы.
нейрон жеке жасушасы адам ағзасында үлкен рөл атқарады. Жақсы, жарайсың. Қазір. Жұлынның қызметінің сипаттаңыз. Өткізгіштік. Жұлын арқылы импульстер рецепторлардан мидан жұмыс мүшелеріне беріледі. Рефлекстік жұлын көптеген қарапайым рефлекстерді басқарады. Жақсы, жарайсың. Дана, келесі. Бағалау парағымызға балымызды қойып отырамыз. Нейрон құрылымындағы барлық компоненттерді белгілейміз. Бірінші ол дендрит, екіншісі жасуша денесі, үшіншісі ядро, төртіншісі аксон, бесіншісі аксон және алтыншысы миелин қабығы. Бесінші тапсырма адам ағзасындағы нейрондардың рөлін көрсету. Адам ағзасындағы нейрондардың басты рөлі рефлекске жауап береді. Жақсы, тамаша, жарайсың. Аяулым. Жұлынның құрамындағы компоненттер. Біріншісі сомзат, екіншісі қозғалтқыш нейрондар, үшіншісі синапалық нейрондар, төртіншісі сомзат, бесіншісі сомзат, алтыншысы жұлынның сыртқы қабаты, жетіншісі орталық өзек, сегізіншісі ортадағы бөлік, тоғызыншы жұлын жүйкесі және оныншысы қатты қабат. Жақсы, жарайсың. Отыра ғой. Келесі. Нейрон құрылымындағы барлық компоненттер белгіленеді. Біріншісі дендрит, екіншісі жасуша денесі, үшіншісі ядро, төртіншісі аксон, бесіншісі аксон ұштары, бесінші аксон, алтыншысы миелин қабығы. Адам ағзасында нейрондар рөлін көрсетеді. Нейрондар арасындағы біртұтастықты сақтайды. Олар сыртқы және ішкі тіркелгіштер жауап береді, яғни рефлекстер, мүшелердің жұмысын үйлестіреді, есте сақтау, ойлау және сезім мүшелерімен жұмысын қамтамасыз етеді. Жақсы, жарайсың. Керемет. Ерасыл. Нейронның анықтамасы және оның қызметі. Нейронның анықтамасы нейрон жүйке жүйесінің құрылымдық және функционалдық бірлігі болып табылатын тағайындалған жасуша. Қызметі нейронның басты қызметі ақпараттың қабылдау, өңдеу және оны басқа жасушаларға беру. Сәйкес нейрон жүйке ұлпасының негізгі жасушалары нейроглиялар. Жақсы, жарайсың. Отыра ғой. Келесі. Бесінші тапсырма жұлынның қызметін сипаттаңыз. Біріншісі өткізгіштік. Жұлын арқылы импульстер рецепторлардан миға және мидан жұмыс мүшелеріне беріледі. Екіншісі рефлекстік. Жұлын көптеген қарапайым рефлекстерді басқарады. Жұлынның құрылыс ерекшеліктерін сипаттаңыз. Жұлын омыртқа өзегінің ішінде орналасқан, ұзындығы шамамен 42 және 45 сантиметр болатын ұзын ақ түсті жіп тәріздес мүше. Бұл жоғары жағында сопақша мимен жалғасады және де 31 сегменттен тұрады және әр сегменттен бір жұп жұлын жүйкелері шығады. Жақсы, жарайсың. Керемет. Гаухар. Орталық жүйке жүйесі құрамына қандай мүшелер кіретінін орталық жүйке жүйесі дегеніміз құрамы және жолынан тұратын белгісі. Оның құрамына және жол. Жақсы, жарайсың. Келесі. Аян. Нейрон құрылымындағы барлық компоненттерді белгілейміз. Бірінші дене, екінші дендрит, үшіншісі ядро, төртіншісі синаптар, бесіншісі миелин қабықшасы, алтыншысы шыбан тәуекел. Жақсы, жарайсың. Жүйке жүйесінің қызметі мен құрылысы. Нейрон ұғымына анықтама беріңіз. Нейрон жүйке жасушасы жүйке ұлпасының құрылымдық бірлігі. Сәйкес келетін сызықтарды сызыңыз. Нейрон жүйке ұлпасының негізгі жасушалары, нейрология, әлсіз электр тоғы, жүйке импульсі бөлу қабілетін сақтайды, гибридті жасушалары, жүйке тілінің тірек жасушалары. Жақсы. Айдана. Нейронның келесі компоненттеріне сипаттама берушінің олардың арасында айырмашылықтарды көрсетіңіз. Аусын жүйке импульстарының жасуша денесіне және тіндіктен басқа жасушалардан тұрады. Дендрит нейрон денесіне таралатын жүйке жасушаларынан таратылған өсінділері. Жақсы, жарайсыңдар. Жақсы балалар. Енді жеке жұмыс аяқталды. Енді әр бағалау парақтың соңында жеке жұмыстың балын қоямыз. Жақсы. Балалар, бүгінгі сабағымызда сергіту сәтін жасайық.
енді сергіту сәтінің тақырыбы бізде рефлексия жылдамдығы деп аталады. Енді орнымыздан тұрамыз барлығымыз. Енді мен сіздерге команда берем, сіздер қайталайсыздар. Ми, нейрон, жұлын, бас, жұлын, нейрон. Хош. Ал балалар, енді бүгінгі сабағымыз аяқталды. Енді сіздерге берілген кері байланыс, бағалы парағының артында кері байланыс бар. Сол жерге бүгінгі сабақ қалай өтті, сіздерге ұнады ма, қандай сабақты түсіндіңіздер, түсінбедіңіздер, сол нелерді жазып бояп шығамыз. Болмаса ауызша, бір-екі оқушы жылдам айтып берейік. Хадиша. Маған бүгінгі сабақ өте қатты ұнады. Нейрон туралы және нейронның қызметтері туралы білдім. Маған ешқандай тапсырма қиындық тұрған жоқ. Жақсы, жарайсың. Тариға? Маған бүгінгі сабақ өте түсінікті болды және мен ешқандай тапсырмаларда қиналған жоқпын және мен бүгінгі сабақта жүйке жүйесінің құрылымын Жақсы. Дана? Бүгінгі сабақта мен нейрондардың құрылымындағы барлық компоненттерді білдім. Маған қызықты болған тапсырма ол апокалипсис тапсырмасы. Маған ешқандай тапсырма қиындық болмады. Жақсы. Айзере? Мен бүгін бүгінгі тақырыпта жүйке жүйесінің құрам бөліктерін түсіндім. Мен жүргені болар білген болатынмын. Маған қызықты болғаны ол жағдайды. Жақсы, жарайсыңдар. Мен бүгінгі сабақта барлығын жақсы түсіндім. Және бүгінгі сабақта мен жолының ақпараттық қызметтерін және де құрылыс ерекшеліктерін түсіндім. Жақсы, жарайсыңдар. Ал бүгінгі сабағымыз аяқталды. Енді сіздерге осы тақырыпты үйден мазмұндап оқып келеміз. Сау болыңыздар.